Астанада Қазақстан нейрохирургтарының 5-ші конгресс өтті. Ұлттық нейрохирургия орталығының 15 жылдан арналған жиында жаңа технологиялар, қызметті ұйымдастыру бөлімшелерді жарақтандыру стандарттары мен мамандарды даярлау сұрақтары талқыланды. Еліміздің бас нейрохирургі Серік Ақшолақ орталықтың 2008 жылдан бері жұмысын қорытындылады. Осы уақыт аралығында елде алғаш рет осы саланың жаңа бағыттары пайда болды. Олар микронейрохирургия, эндоваскулярлық нейрохирургия, тамырлы патологияларды емдеу, омыртқа мен жұлынның зақымдануы кезіндегі реконструктивтік операциялар, ісіктер мен мидың басқа да патологиясы кезінде нейромодуляция және нейронавигация жүйелерін қолдау бойынша 70 инновациялық технология енгізілді. 40 мыңнан астам операция жүргізілді. Біріншіден, нейрохирургияның Қазақстандағы орталықтарының дамуы, олардың орталықтарының жаңа заманауи технология аппараттарымен қамтамасыз етілуі, және де нейрохирургияның көлемінің үлкеюі болашақ нейрохирургтар дайындау туралы үлкен алдымызда жоспар бар.